Жеңгелді Павлодар Сарқұл ауданы Жаңатан мектебінің тоғызыншы оқушысы. Абай Құнанбайұлы қыз. Ақ киімді денелі, ақ сақалды, соқыр мылқау танымас тірі жанды. Үсті басы ақырау, түсі суық, басқан жері сықырлап келіп қалды. Демалысы үскірік аяз бен қар, карғыдан келіп әлек салды. Ұшпадай бір күн киген оқшырайтып, аяз бенен қызарып ажарланды. Бұлттар қасы жауып екі көзін, басын сіліксе, қар жауып мазанды алды. Борандай бұрқылар кетіп долданғанда, алты қына дағырда үй шайқалды. Әуез көріп жүрген жас балалар беті қолы домбығып үсік шалды. Шиденмен тон қабаттап киген малшы бет қарауға шыдамай теріс айналды. Қар тепкенге қажымас қайран жылқы титығының құрылуына азақ қалды. Қыспен бірге тұмсығын салды қасқыр, малшыларын қорқылма итке малды. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Өлсе өлер табиғат, адам өлмес. Ол бірақ қайтып келіп ойнап күлмес. Менікінің айрылғанын өлді деп ат қойыпты өңке білмес. Көп адам дүниеге бой алдырау аяғын көп шалдырған. Өлді деуге сиама ойландаршы, өлмейтұғын артынан із қалдырған. Кім жүрер тіршілікке көңіл бөлмей, бақи қоймас фәнидің мінін көрмей. Міні қайда екенін көре алмасын, терең ойдың телміріп сонына ермей. Дүние дос ақыретке бірдей бармас, екеуі боп орныға алмас. Дүние артық мақшыраға амалсыздан, иманның түгелдеуге аузық бармас. Жасымда ғылым бар деп ескермедім. Пайдасын көре тұра тексермедім. Ер жеткен соң түспеді уысыма, қолымды мезгілінен кеш сермедім. Болмақым қалмағыма кімдің әлі, қолымды дөп сермесем өстелмедім. Адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім. Баламды медресеге білдеп бердім, қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім. Өзім де басқа шығып төскерледім, қазақтың қара сөзіне дес бермедім. Еңбегінде түсіріліп еш адам жоқ, түбінде тыныш жүргенді теріс көрмедім. Көкбайға сорлы Көкбай жылайды да жылайды. Ол жыламай қайтып тұрады, мынау азған қу заман қалыбында тұрмайды. Біреу малды ұрлайды, біреу басты қорлайды. Болмаған соң зорлауына жылайды.